жалын от. Жаңашылдық. Қуат. Асқақ арман. Ұлт үміті. Қозғаушы күш. Озық идея. Жарқын болашақ. Ел ертеңі. Ұшқыр қиял. Тың идея. Саналы ұрпақ. Креативті жастардың басын бір арнаға қосатын Маңғыстау облыстық жастар ресурстық орталығы. Халықтық ұжым Жорға би ансамблі. Жорға шоу балеті.
Ассалаумағалейкум, қадірменді Маңғыстау тұрғындары мен қонақтары. Армысыздар Маңғыстаудың ел сенген ерен жүректері мен жалынды жастары. Стоп! Сондағы төрт-ақ әріп. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Маңғыстаудың крас жігіттері мен қыздары қалайсыздар? Неге әрбір кеш, әрбір концерт, әрбір форум осындай стандартты түрде өту керек? Осы стереотипті жойып тастайықшы. Бір креативті, өзгеше қылып жүргізейікші, солай емес па? Жаңа Қазақстан, жаңа жастар, жаңа бағдарлама. Сонда әлқуатсыз үш жүргізуші болып жүргізгіміз келіп тұрма бүгін? Әлбетте, дұрыс айтасың, мен де қастарыңызға қосылам. Әлқуат, біз келісер едік, егер мына біздің залымызда отырған Қалаберді облысымыздың белсенді жастары келсе. Жастар, сіздер келісесіздер ме? Бәрекелді, осылай болу керек шығар. Олай болса, бүгінгі жас тұлпар облыстық жастары премиясына қош келдіңіздер! Дәулет, Ерке, мен түсінбей отырмын. Неге бос орындары бар? Неге адам толық емес? Әлқуат, біздің бұл бос орындарымызға бұйырса осы кешіміздің арнайы қонақтары, Қалаберді Маңғыстау мақтаныштары келіп жайғасатын болады бір сәттерден кейін. Қандай қонақтар сонда? Менің ойымша жетістікке жеткен еліміздің жалынды жастары, сонымен қатар еліміздің атын күллі әлемге паш етіп жүрген жастар секілді. Түсіндім, в общем, Маңғыстаудың краштары деңіздер, е? Иә, дұрыс айтасыз. Ендеше қарсы алайық. Құрмет қошеметтеріңіз. Нарбаев Бауыржан Мұратбайұлы, қарсы алыңыздар. Дзюдодан халықаралық дәрежедегі спорт шебері, екі дүркін әлемнің қола жүлдегері, Азия чемпионатының екі дүркін чемпионы. Мұрат Өскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының Жорға би ансамблі. Жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Айнұр Сариева, халықтық ұжым Жорға би ансамблі. Қайбасов Юсуф Қонақбайұлы. Колледж жанынан құрылған Шапағат волонтерлық клуб жетекшісі, қазіргі таңда Юсуф жетектілік еткен клубтың еріктілері Жаңаөзен қаласында бірнеше қайырымды істермен айналысуда. Жас арт жастар театры және жетекшісі Исаева Алия Жангелдіқызы. Өзгеріс республикалық менторлық бағдарламасында жолдамалы менторлық оқыту бағдарламасының қатысушысы, ментор атанған Бауыржан Момышұлы атындағы Батыр шапағаты медалімен марапатталған. Қошеметтеріңіз! Таңатар Расем! Маңғыстау облысының бокс құрамасының мүшесі. Бокстан 2019 жылы Дубайда өткен Азия чемпионатының күміс жүлдегері. Актаун жастар шығармашылық орталығы. 2019 жылы құрылған шығармашылықтың негіз. Алғашында 7 жастан құрылған топ қазір 50-ге жуық жасы бар шығармашылық бірлестік. Актаун, қошеметтеріңіз. Өтебай Оралбай. Шахмардан Есенов атындағы мемлекеттік технологиялар және инженерик университетінің студенті. Huawei ICT Competition 2023-24 Қазақстан ұлттық финалының жеңімпазы атанды. Қошеметтеріңіз. Абдрахман Олжан Базарбек қызы. Мұрын Жырау Сеңгірбек атындағы Маңғыстау гуманитарлық колледжінің 3-ші курс студенті. Көркем гимнастикадан Қазақстан Республикасының спорт шебері, гимнастикадан республикалық чемпионатының жеңімпазы. Еділбаев Ернар Әділбайұлы. Дебаттан облыстық республикалық турнирлердің жеңімпазы. Кеше ғана өткен Алматы қаласында. Алтын Сабакап республикалық турнирінің 2-ші орын иегері. Атаназаров Мұрат Абуюбарович. Фариза Оңғарсынов атындағы нөмірі 29-шы жалпы білім беретін мектеп көркем еңбек пәнінің мұғалімі, 2021 жылы республикалық елбасы медалі жобасының қола медаль жүлдегері.
Әлқуатова Тілектес Құралбекқызы. Маңғыстау туризм колледжінің ұстазы, нан пісіру құзыреттілігі бойынша халықаралық сарапшы, 2016 жылы кондитерлік іс құзыреті бойынша Қазақстан Республикасы құрама. Сонымен қатар командасының көшбасшысы. Құрмет қошеметтеріңіз Жұбатқан Нұрсұлтан Манарбекұлы. Самбо және дзюдо күресінен Қазақстан Республикасының спорт шебері, дзюдодан Азия чемпионы, самбодан әлем чемпионатының қола жүлдегері, дзюдодан Польшада өткен Европа кубогы қола жүлдегері, 12-ші жазғы универсиадының самбо күресінің чемпионы. Бәрекелді. Дәулет, Ерке, келіңіздерші менің қасыма. Көрдіңіздер ғой, қандай талантты, өз істерімен, өз еңбектерімен жеңіске жеткен жастарды көрдік, мақтан тұтарлық. Осы жастарға қарап, керемет өлеңдер бар, Дәулет, сен өлең оқыған жақсы көресің ғой? Өте дұрыс айтасың, Әлеке. Дәл осы орайда Мағжан Жұмабаевтың "Мен жастарға сенемін" деген бір өлеңі есіме түсіп тұр. Керемет. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалым бар, жаннан қымбаты оларғар, мен жастарға сенемін деген екен. Бәрекелді. Ендеше құрметті жастар, біз сіздерге сенеміз. Қошеметтеріңіз. Ал енді, біреу білсе, біреу білмес, дегенмен де артық етпейді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Дәулет пен Еркенің қасына креативті, ерекше жүргізуші болып шыққаннан кейін мен сіздермен ойын ойнағым келіп тұр. Сіздер білесіздер ме, осы сәтке дейін Қазақстанның тұңғыштары бар. Яғни әр саланы алсақ, Ерке, білім саласы, Дәулет, спорт, журналистика, медицина, өнер, әр саланың тұңғыштары бар, Ендеше қазір ойын ойнайық, экранға назар аударайық. Қазақтың тұңғыштары деген ойын. Ерке мен Дәулет біздің жастардың, қонақтардың арасында жүрейік. Дұрыс жауап берген жастарға, қонақтарымызға дайын болайық, сіздерден жауап күтеміз. Ендеше қазақтың тұңғыштары. Біліп отырсақ, қолымызды ұялмай көтеріп қатысып отырайық. Кеттік. Олай болса барша қонақтардың назарлары төріміздегі LED экранда болсын. Қазақтың тұңғыштары. Қазақтың бірінші ханы, ең бірінші болып бауырым көтерді. Кішкене халыққа қарай жақындасаңыздар. Қазақтың ең бірінші ханы. Керей мен Жәнібек. Керей мен Жәнібек. Жауап Көрейік. Керей хан Болатұлы, қошеметтеріңіз. Өте дұрыс. Кім қол соқпайды, сол көре алмайды. Давайте дұрыстап, поддержка жасап, қолдап отырайық. Бірінші қазақтың ойшылы. Бірінші ойшыл. Қазақтың ең бірінші ойшылы дейді. Төрде. Дәулет мырза ар жақта қол көтеріп жатыр. Қазақтың ең бірінші ойшылы. Тыңдап көрейік. Абай Құнанбайұлы, немесе Шәкәрім Құдайбердіұлы. Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім. немесе Шәкәрім Құдайбергенұлы дейді. Дұрыс емес, өтірікті соқпа. Так. Тағы да, мына жақта бізге. Ерке, Дәулет, өтініш. Жастардың арасында жүрсеңіздер, Қазақтың ең бірінші ойшылы. Әл-Фараби. Әл-Фараби? Қабылдаймыз ба? Дұрыс емес. Тағы да. Құрметті қонақтар, сіздер де қатысып отырыңыздар. Өтініш, жастар. Қайғы Сәбитұлы. Кім? Асанқайғы Сәбитұлы дейді. Білмеймін, мен танымадым ол кісіні. Келмейді. Кім деп ойлайсыз? Тағы да Қазақтың кім? ең бірінші ойшылы. Асан Қайғылы. Асан Қайғы. Асан Қайғы. Асан Қайғы. Ендеше көрейік. Дұрыс, қошеметтеріңіз. Қайғы, өте дұрыс. Келесі. Бірінші қазақтың заң шығарушысы. Бірінші қазақтың заң шығарушысы. Так, төрде қол көтеріп жатыр жастарымыз. Ендеше жауап берейік, көрейік. Дұрыс жауап қайтарар ма екен? Қазақтың бірінші заң шығарушысы Қасымхан. Қасымхан. Қасымханның қасқа жолы. Бәрекелді. 5. Саған 5. Қасымхан, қошеметтеріңіз. Қошеметтеріңіз. Ай, бәрекелді. Келесі. Бірінші мұғалім, ағартушы, оқулық шығарушысы. Так, бұл жерде енді Мына кісіні көріп қалдым мен. Кім? көрейік. Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин. Көрейік. Дұрыс, Ыбырай қошеметтеріңіз. Алтынсарин, өте дұрыс. Ой, керемет жастарымыз бар екен білетін. Қазақша жазба әдебиетінің бірінші қалаушысы. Кім? Алғаш, тұңғыш. Дәулет мырза, Дәулет анау мырза. жақта бір қыз қолын көтеріп жатыр екен. Соңғы қатарларға мен жете алмайтын секілдімін. Так, көрейік. Ендеше қазақша жазба әдебиетінің бірінші қалаушысы. Байтұрсынов. Ахмет Байтұрсынұлы, Көрейік.
Және Так. бәріміз білетін боламыз бұдан былай Қажымұқан. Так, қателесіп кеткен болу керек. Кеттік. Бірінші биші. Ең бірінші биші. Қазақтан шыққан ең бірінші биші. Ең бірінші биші. Так. Білетіндер бар ма? Қол көтереміз. Дәулет мырза. мына жақтан қол Хореография көтеріп саласында жатыр. жүрген жастарымыз болса. Қазақтың тұңғыш бишісі. Так. Шара Жиенқұлова. Так. Шара Жиенқұлова дейді. Бәрекелді, Өте дұрыс. Шара керемет. Жиенқұлова. Қошеметтер болсын. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі Қазақстанның, яғни Алаш Орданың бірінші премьер-министрі. Так. Көрейік. Алихан Бөкейхан. Алихан Бөкейхан. Бөкейхан, бәрекелді, дұрыс. Келесі. Шетелде қазақ әндерін бірінші орындаған. Енді бұл туралы бәріміз білеміз. Керемет тұлға. Шетелде қазақ әндерін бірінші орындаған. Так. Әміре Қашаубаев. Бәрекелді, дұрыс. Әміре Құрмет Қашаубаев. қошеметтеріңіз. Келесі. Рейхстагқа ту тіккен Кеңес одағының бірінші солдаты. Қалай білмейміз. Мына жақтан сұрайық па? Давай, Ерке. Мына жақтан жауап болсын, е? Ендеше. Рақымжан Қошқарбай. Өте дұрыс. Так. Әрі қарай жалғастырамыз. Бірінші спорт шебері. Қазақтың тұңғыш спорт шебері. Так. Бәрекелді. Ерке, Дәулет. Бірінші спорт шебері. Білетіндер қол көтереміз. Мына жақта бізде жауап бар секілді. Ендеше. Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Так. Көрейік Шоқыр Бөлтекұлы. Бөлтекұлы. Так. Кеттік. Келесі. Так. Мәссаған жауабыңыз. Бірінші қазақ ғарышкері. Тоқтар Әубәкіров. Бәрекелді, қошеметтеріңіз. Көрдіңіздер ма? Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті жастар, бұл қазақтың тұңғыштары, әр саланы келсек. Керемет. Көңілді толқыныс билейді осындай кезде. Негізінде өзіңе қадалған мыңдаған жанарды көргенде, жанар болғанда да қандай жанар? Отты жанарлар, Адамдардың көзіндегі жалынды жанарлар, найзағайдай өткір жанарлар деп ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Ал осындай жанарларды көргенде, біз әбден шабыттанып осындай жанарлардан қуат көзін аламыз десек те, құба-құп болады деп ойлаймын. Ең бақытты елде, соның ішінде Маңғыстауда тұрған жастарда арман жоқ болар деп ойлаймын. Себебі Маңғыстау ол мүмкіндіктердің мекені. Өте дұрыс айтасыз, Әлеке. Енді дәл осы жерге, дәл осы кешке жиналған барша жастардың бір көңіл күйлерін бір тексеріп көрейікші. Құрметті жастар, көңіл күйлеріңіз қалай? Естілмейді, қатырақ, көңіл күйлеріңіз қалай? Бәрекелді, осылай болу керек. Жігіттер, білесіздер ме? Бұнымен біздің үздіктердің тізімі аяқталған жоқ. Ортамызда 27-28 қараша күндері Астана қаласында Аманат Тэч атты республикалық хакатон өтті. Хакатонға 200 команданың ішінен Есенов университетінің ғылым және технологиялар факультетінің студенттері Әзімгереев Әділ, Тажығали Аман, Кеңес Бағдаулет, Сансызбай Ырышан, Асанұлы Аманжаннан құралған антитокс командасы қатысып жүлделі екінші орынға ие болып келді. Құрмет қошеметтеріңіз. Бар ма екен ортамызда? Бәрекелді. Одан бөлек, Әлеке, Ерке, сіздер білесіздер ме? Кәсіпорындағы қаржылы еңбектерінен бөлек жұмыс орындарында жастар саясатының дамуына сүбелі үлес қосып жүрген осы жерде бір топ жас мамандар кеңесінің төрағалары отыр. Ол кісілерге де бір құрмет қошеметтер көрсетіп қояйық. Орта тұрып қойыңыздар орындарыңыздан, осы залда болсаңыздар. Құрмет қошеметтер тек қана сіздер үшін. Ерке, Қырғызстан, Грузия, Түркия және Әзербайжан елдерінде, сонымен қатар Алматы қаласында тағылымдамадан өтіп, шетелдік серіктестік қол жеткізген көшбасшы жастарымыз бүгінгі кешіміздің құрметті қонақтары. Ендеше орындарынан тұрып қошемет көрсетсек. Бәрекелді. Ой, мың алғыс. Сонымен қатар өңірде биыл алғаш рет жүзеге асқан 7 модульдік оқытудан өткен жас көшбасшылар мектебінің түлектері де ортамызда. Құрмет қошеметтеріңіз. Ал одан бөлек жайдарман ойындары арқылы мемлекеттің тілдің аясын көркейтіп, өңір тұрғындарына күлкі сыйлап жүрген жайдарманшы жастарымыз да бүгін дәл осы ортада. Құрмет қошемет көрсетейік, бір орындарынан тұрып қойса. Бәрекелді. Керемет. Әлеуметтік жобалар мен бизнес идеяларды қаржыландыру арқылы осал топтардан, әсіресе ауылдық жерлерде тұратын жастарды қолдауға бағытталған бірегей жобалардың бірі Жас Project жобасының жеңімпаздары арамызда. Орныңыздан тұрсаңыздар. Жас Project.
Бәрекелді. Биыл Маңғыстау облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының мемлекеттік грант аясында дарынды және талантты жастарға арналған жол жүру гранттары бөлінді. Аталған жоба арқылы республикалық байқауларға қатысып, жеңімпаз атанған біздің дебатшыларымыз да дәл осы ортада. Орындарыңыздан тұрып қойсаңыздар, құрмет, қошемет көрсетейік. Оқу озат қоғамдық жұмыстарда белсенді үздік студенттерімізбен жыл студенті премиясының номинанттары осы қатарда. Жыл студенті премиясының номинанттары. Орындарыңыздан тұрсаңыздар, бәрекелді. Күні кеше Алматыда өткен Алматы Течкап 2023 сайысында Жаңаөзендік білім инновация лицей интернатының оқушылары жеңімпаз атанды. Қатысушылар 1 миллион теңге жеңіп алып, 2024 жылдың ақпан айында Түркияда өтетін әлемдік чемпионатқа жолдамаға ие болды. Құттықтаймыз! Бәрекелді. Дәулет, Ерке, сіздер білесіздер ме, ең жас шенеулік кім? Мәссаған. Ендеше таныс болыңыздар, Қазақстанда 26 жастағы ең жас шенеулік кім деп ойлайсыздар ғой. Ол әрине Маңғыстау облыстық жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы Мұқаш Оралбай. Мұқаш мырза, қошеметтеріңіз. Әлқуат, Ерке, одан бөлек біздің жастарымызға қашанда өзінің күш жігерін сыйлайтын, жаңа серпіліс сыйлайтын Сүгірбай Аят біздің ортамызда. Құрмет, қошемет көрсетейік. Олай болса, сіздердің құрметтеріңізге республикалық әншілер байқауының лауреаты Баспаева Гүлфайруз, қошеметтеріңіз. Trying to take us out of line. Fear of tomorrow, feelings we put for a time. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? So stay with this message, beautiful mess tonight. And we don't have to think time we make it back again. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? So stay with message, beautiful mess tonight. And we don't have to think to lose, no matter what they say I do. I don't want nothing more. And love is untouchable. Even in the light of fire, when everything is on their way, even the gates of world, love is untouchable. Гүлфайруз Баспаева! Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Мә,
Жігіттер, жақтарыңызды кішкене жинап алыңыздар, біз ары қарай премияны жүргізуіміз керек. Ойпырмай, Гүлфайруздың нервісін айтам да, мына жігітке қол жеткізген. Керемет. Әлеке, Ерке, жалпы дәл осы орайда мен өздеріңе бір сұрақ қойғым келеді. Сіздер білесіздер, дәл осы кешімізге жиналған жастар сондай бір жеңіс тұғырына жетіп, бір биікке, бір өз деңгейіне жеткен жандар. Жалпы жетістікке жетудің құпиясы неде деп ойлайсыздар? Мен ойлаймын, жетістікке жетудің құпиясы ол еңбекте. Еңбек. Ал еңбектің құпиясы ол еңбектің формуласы болу керек деп ойлаймын. Мәссаған. Сіз келісесіз бе, Әлеке? Еркенің ойы. Мен мына бүгінгі премияға келген жастардан сұрағым келеді. Қалай ойлайсыздар? Жетістікке жету үшін қандай өздеріңізде формула болу керек? Мысалға сіз айтсаңыз. Рахмет. Еңбек ету керек шығар. Еңбек ету керек, сосын Денсаулығы сол. басаман болсын, брат дейсің. Бәрекелді, рахмет. Еңбек ету керек. Дұрыс, дұрыс. Ары қарай тағы да. Қыздар, жетістікке жетудің құпиясы. Жетістікке жетудің формуласы, құпиясы. Екі сөзбен айтқанда. Сізден сұрағым келіп тұр. Ізденіш және ынта болу керек. Ізденіш және алда болу керек, е? Ынта болу керек. Ынта. Керемет. Тағы да. Тағы да. Так. Қандай нұсқаларыңыз бар, жастар? Ең соңғы қатарда айтқысы келіп отыр, қол көтеріп. Дәулет Әлқуат. Солға қарай қараңызшы, ар жақта бір Біздің жас сол жігіт. қанатымызда. О, керемет. Сіз көп нәрсені білетін жассыз. Давайте, көрейік. Ендеше, жеңіс формуласы жетістіктің. Іс-әрекет жасау керек. Іс-әрекет? Қандай? Жұмыстану керек, білімді болу керек, тұлпары болу, белсенді болу керек. Керемет. Әңгімен жібереді екен, е? Өте белсенді болу керек дейді, өте дұрыс айтады. Осы орайда мен дәл қазіргі сәтте барлық жастардың әнұранына айналған керемет бір әнді орындағым келіп тұр. Дұрыс айтасың. Ол әннің жолдарында керемет сөздері бар. Сендім өзіме тек біліммен білекке, миыммен жүрекке дейді. Қазір егер барлықтарыңыз сөзін білетін болсаңыздар, бірге қосылып айтып көрейік, е? Маэстро музыку. Бұл ән бәріміз білетін, трендте жүрген ән, бүгінгі премиямыздың гимні болсын. Ендеше жастар, ұялмаймыз, экраннан текст шығады, бәріміз қосылып айтайық, е? Ал кеттік. Кеттік. Барлығы білетін сияқты бұл Қосылып әнді. отырайық білсе. Бізге ешкім тауып бермейді ақшаны көректе, қымбат шүберекке, төрт дөңгелекке. Сенің құдайыма, сендім өзіме тек, біліммен білекке, миымен жүрекке. Бізге ешкім тауып бермейді ақшаны көректе, қымбат шүберекке, төрт дөңгелекке. Сенің құдайыма, сендім өзіме тек, біліммен білекке. Кәнекей, енді барлықтарымыз бірге. Бәріміз бірге. Ешкім тауып бермейді ақшаны көректе, төрт дөңгелекке. Сендім Құдайыма, сендім өзіме тек, білімнен білекке, миымен жүрек. Жарайсың. бізге ешкім тауып бермейді ақшаны көректеп, қымбат шүберекке, төрт дөңгелекке. Сендім құдайыма, сендім өзіме тек, біліммен білекке, миымен жүрекке. Ақшаны көректеп, қымбат жіберекке, төрт дөңгелекке. Сендім құдайыма, сендім өзіме тек, біліммен білекке, миымен жүрекке. Бізге ешкім тауып бермейді ақшаны көректеп, қымбат жіберекке, төрт дөңгелекке. Сендім құдайыма, сендім өзіме тек, біліммен білекке, миымен жүрекке. Рахмет, қошеметтеріңіз. Бәрекелді. Құрмет, қошеметтеріңіз. Жастар, біз мына тексті дайындалып 3 күн бойы экранға сіздер үшін дайындап қойсаңыздар, үндемей бізді тыңдап отқандарыңызды. Давайте, көңілдірек отырайық, е? Иә, Әлеке, жалпы енді көрдік, біз жалпы жетістікке жетудің ең бірінші формуласы ол әрине еңбек, тағы да еңбек екен. Келісесіздер ғой, е? Керемет. Иә, әрбір жас ешкімге қарамай алға басу керек, е? Ешкімге қарамай жоспар құру керек. Ешкімге қарамай белсенді болу керек. Ешкімге қарамай қоғамға араласу керек. Өте дұрыс айтасыз, расында да ешкімге қарамайды, өз алдына бағыт бағдар беріп, жұмыс, еңбек, тағы да еңбек деп айтқым келеді. Ендеше ешкімге қарамай жастар үшін ән шырқап жүрген алдарыңызда Марат Стан. Қошеметпен қабыл алайық. Қарсы алыңыздар, Марат Стан сіздер үшін ән шырқайық.
ешкімге қарамай, жаманға жоламай, жақсыны бағалай жүрекші. Ешкімге қарамай, ешкімге қарамай. Ешкімге қарамай. Бауырды арбамай, достарды алдамай, сыйлайықшы ешкімге қарамай. Атырып таңдарай, қуалап арманай, қиялдайық ешкімге қарамай, ешкімге қарамай. Ешкімге қарамай. Әрбір күн жаңадай, уақытты шамалай өмір сүрші ешкімге қарамай. Сен тұрсаң қалап ай, мен әнге саламай, ал береші ешкімге қарамай, ешкімге қарамай. Ешкімге қарамай. Ешкімге қарамай. Ешкімге қарамай. Марат Станалдарыңыз ән салған, қошеметтеріңіз. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Әлқуат Ерке, жалпы көріп жатсыздар, бізде Маңғыстауда қандай керемет өнерпаздар бар. Жалпы мен өзі Маңғыстауды бұлай болжаймын да, біздің Маңғыстауымыз нағыз таланттар үшін бір киелі мекен, бір киелі бесік па деп қалам да кейде. Құрметті жастар, көңіл күй қалай? Бүгінгі премия ұнап жатыр ма? Ұнамаса айтыңыздар, есі жоқ, қайттан бастаймыз. Той, сіздердің әзілдеріңіз таусылмайды да. Жаңа ғана келістік қой, салмақты нәрсе хабарлаймыз, маңызды хабар айтамыз, сабырлы түрде жүргіземіз деп. Солай келіскен екенбіз ғой, жүр онда қайттан шығайық. Той, ағай, саған дауа жоқ екен. Онда өзіме хабарлаймын, бүгін өте маңызды мереке. Осы кеште тағы бір маңызды істің куәсі боламыз. Ендеше, бүгінгі жас тұлпар жастар премиясын табыстау үшін сахнаға креативті басшы, жастардың жанашыры, Маңғыстау облысының әкімі Ноғаев Нұрлан Асқарұлын шақырамыз. Қошеметтеріңіз. Сәлем жастар. Және құрметті шараға қатысушылар. Біз бұл жерге келгесін жүргізушілеріміздің берген бағыттарын ұстануымыз лазым. Сондықтан шығып сөйлеген адамдар осы бағытта ұстанса, бұл азаматтардың, жүргізушілердің бізге деген жасап атқан
іс-әрекеттерін, ілтипаттарын қолдағанымыз болып есептеледі. Рахмет сіздерге. Жылдың аяқталуына санаулы күндер қалды. Кеше ғана басталған сияқты 2023 жыл міне желтоқсанның соңғы күндерін санап отырмыз. Және де осы күндері әрқайсымыз жыл бойы не бітірдік, қандай игі іс атқаралдық, қандай шаралардың басында тұра алдық, кімге қандай қамқорлығымыз болды, қандай жақсы істің басында табыла алдық деген сияқты сұрақтарды қояды деп ойлаймын. Әркімнің өзінің отбасында, жеке басында, айналасындағы ұжымда осы сұрақтар әркімді толғандырмай қоймайды. Оның ішінде мына отырған сіздерді, құрметті жастар. Себебі сіздер жастық жалындарыңызбен, өмірге деген құлшыныстарыңызбен, жаратқанның берген ата-аналарыңыздың соны дамытып отырған мінездеріңізбен, қасиеттеріңізбен қоғамға, айналамыздағы адамдарға қандай да бір қолдау мәселесі болатын болса, қасынан табылайыншы деп жүрген азаматтарсыздар. Бұл сіздердің жан қалауларыңыз. Бұл жаратқанның берген мінезінің арқасындағы сіздердің аппақ ниеттеріңіз. Сондықтан ниеттеріңіз, атқарған істеріңіз барлығы қабыл болсын. Атқарған істеріңіз нәтижелі болсын. Сіздер үлкен істердің басы қасында жүрсіңіздер. Жүргізушілеріміз шараның басында айтқан болатын. Кімдер отырған, осы залда қатысып отырған, әртүрлі жастар саясат жөніндегі басқарманың қолдауымен және бастамасымен үкіметтік емес ұйымның өкілдері, ресурстық орталықтардың өкілдері, әр саланың басында жүрген жастар, және де сіздердің қатарларыңыз осы залда отырғандармен шектеліп қалмайды. Біздің облыста жастар категориясына сай келетін Маңғыстау облысының тұрғындарының 30%. Бұл орасан күш. Бұл үлкен істер атқарылатын қоғамның мүшелері. Әрдайым сіздерге орталарыңыз толсын дейміз. Облыс орталығында, аудандар, Жаңаөзен қаласында, басқа да елді мекендерде сіздердің бастамаларыңызбен, сіздердің қолдауларыңызбен жүзеге асып жатырған шаралары жеткілікті. Оның барлығы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қазақстандықтарға жолдауында көрсетілген негізгі бағыт. Жалпы биліктің, соның ішінде атқарушы биліктің атқаратын іс шараларында қоғамның қатысуын қамтамасыз ету мәселесі. Яғни азаматтық қоғамды одан әрі дамыту. Мемлекет басшысының ашықтық, әділдік, тазалық, әрбір қазақстандықтың ұлтына, тіліне, дініне, басқа да ерекшеліктеріне қарамастан мемлекеттің ісіне араласуға жағдай жасау. Бұл орталық мемлекеттік жергілікті атқарушы органның өкілдеріне берген тапсырма президенттің. Осы тұрғыда барлық маңғыстаулықтардың өзінің қалауы бойынша өзінің жүріп тұруына, тұрмысына, қоғамда болып жатырған істерге араласуға жағдай жасау жөніндегі істер бұл облыс әкімдігінің, аудандар, қалалар әкімдігінің, әр деңгейдегі мәслихат депутаттарының, әр деңгейдегі қоғамдық кеңестің және облыстағы үкіметтік емес ұйымдардың және де әрине жастардың
құзыретті атқаратын істері. Сіздер ресми өздеріңізге жүктелген іс-шаралармен бірге көптеген бастамалардың басы қасында жүрсіңіздер. Біразын жаңа жүргізуші әріптестеріміз айтып өтті. Бұл мемлекет тарапынан көрсетіліп жатырған орта және шағын бизнесті дамыту жөніндегі қайтарымсыз гранттардағы жастардың араласуы. Ал бұл мәселеде біз республикалық бюджеттен бөлінген қайтарымсыз гранттың көлемін биыл 5 есеге арттырдық облыстық бюджеттен. Облыстық мәслихаттың депутаттары біз енгізген ұсынысты толығымен қолдады. 800-ге жуық ұсыныс болды. Соның 580-і конкурсқа қатысуға мүмкіншілік алды. Және соның 51-і 250 миллион теңгені бөлісті. Соның біразы бұл жастар. Бұрын ешкімнің ойына келмеген тың жобаларды немесе басқа өңірлерде, басқа елді мекендерде жүзеге асып жатырған жобаларды біздің облыста да жүргізу жөніндегі мәселелермен айналысып келе жатыр. Көптеген жастар аталып өткендей, былтыр Грузия мен Қырғызстанға барса, биыл Түркия мен Әзербайжанға барып, Алматы қаласына барып, тағылымдамадан өтіп келді. Яғни өзінің әріптестерімен, жастармен, басқа да мекеме өкілдерімен бірігіп, тәжірибе алмасып келді. Өздерінің атқарып жүрген істерін оларға айтуға, олардың жақсы істерін бізде енгізу жөніндегі мәселелер оңтайлы шешіліп келді. Әлеуметтік тапсырыс жүзеге асыру үшін бөлінген қаражатты біз жылдан жылға арттырып келе жатырмыз. Мұқаш Оралбай мырзаның ұсынысы бойынша, ал ол ұсыныс сіздердің ұсыныстарыңызға негізделеді деп есептеймін. Біз келесі жылғы жастар саясат жөніндегі басқарманың атқаратын істеріне қаражатты 2 есеге жуық арттырдық. Қажет болған жағдайда одан да көбірек бөлуге біз дайынбыз. Аудандардағы, қалалардағы ресурстар орталықтарында күрделі жөндеу жөніндегі, ағымдағы жөндеу жөніндегі мәселелер шешіліп келе жатыр жүйелі түрде. Және материалдық техникалық базасын нығайтуға, жастардың бос уақытын тиімді пайдалануға жағдайлар жасалып келе жатыр. Дегенмен, бұл іс-шаралар жеткіліксіз деп есептейміз. Сіздер енгізген ұсыныстың барлығын қанағаттандыру бағытында басқарма басшысымен сіздермен бірге отырып, алдағы уақытта шешуге дайын екенімізді сіздің қаперлеріңізге береміз. Мемлекет басшысы еліміздің бәсекелестікке сай болу үшін жастар инновациялық әдістерді, цифрлық технологияларды, шет тілдерді оқу керек екені жөнінде ерекше атап өтті. Және де сонымен бірге жаһандану процесі, ақпараттандыру заманындағы қоғамға төніп тұрған келеңсіздіктер, зорлық, зомбылық мәселелері, басқа да есірткі, алкоголь, ойын, басқа да мәселелердің бетін қайтару үшін қазақстандықтардың, соның ішінде жастардың ішкі дүниясы бай болу керек. Өзінің елінің, елді мекенінің, туған жерінің тарихын білу керек деген болатын. Және осы тұрғыда президент біздерге тапсырма беріп, өзі осы мәселені жіті бақылауында ұстап отыр. Сондықтан, құрметті жастар, сіздердің бойларыңыздағы
небір ұсыныстарды кей кездері кейбіреуге таңсық болып көрінетін, орындалмайтындай болып есептелетін ұсыныстардың бәрін қарауға біз дайынбыз. Алдағы уақытта да бірігіп қызмет атқаруға шақырам. Сіздер қоғамның бүгінгі белсенді мүшелерісіздер және еліміздің ертеңісіздер. Сондықтан мектептердегі орта арнаулы жоғары оқу орындарындағы берген тәлім тәрбиемен қатар отбасында әке аналарыңыздың, ата әжелеріңіздің, алдыңғы буын ағаларыңыз, апаларыңыздың берген тәрбиелерін бір жерден ұштастырып, еліміздің тұрақты дамуына ықпал етеді деген сеніміміз мол. Елдің болашағы сіздер. Сондықтан әрбір қазақстандық өзіндік жұмыспен айналысуға ешқашан шаршамау керек. Білікті, білімді, дені сау, жаны сау, рухы мықты қазақстандықтардың, соның ішінде жастардың қатары көбею керек. Қазақтың ақыны Әбділда Тәжібаев айтқандай, бүгін сіздер ертеңгі күнге шынығу керексіздер. Алдарыңызда үлкен жол тұр. Қазіргі геосаяси ахуал сіздердің алдарыңызға көптеген мәселелерді міндеттейді. Бұл тек қана өздеріңіздің өлкенің тарихын ғана емес, елдің тарихын, әлемнің тарихын жетік білулеріңіз керек. Тәжірибе жинау керексіздер. Өнерге, мәдениетке, дәстүрге мұқият қарау керексіздер. Сондықтан сіздерге ата-аналарыңыз сенеді, сіздерге біз сенеміз. Себебі бүгін алған білімдеріңіз, тәрбиелеріңіз, біліктіліктеріңіз және өтіп жатқан тағылымдама, бұның барлығы сіздерді шыңдалуларыңызға, небір жағдайларда өздеріңіздің деңгейлеріңізді байқап, әріптестеріңізбен бірге араласқанда алдыңғы қатарда болуға, ұмтылуға жағдай жасайды. Сіздерге бата бергенде аталарыңыз, әжелеріңіз қатарыңның алды бол, еліңнің лайықты азаматы бол деген тілек айтады. Лайымда солай болсын. Тағы да Әбділда Тәжібаевтың айтқанын еске түсіре отырып, жастарға қарап айтқан, жалпы қоғам мүшелеріне қарап айтқан сөздерін қайталағым келеді. Әбділда атамыз айтқан екен, бүгін үйрен, жалаң аяқ, шоқ басып, ертең өртке лақтырса да күймеуге деп. Яғни бүгін білім, тәрбие, денені шынықтырып, ойды шынықтырып, көзқарас көкжиегін кеңейту бағытында барлық мүмкіншіліктерді пайдалануымыз керек. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Жастық жалын, алға ұмтылыс және ресми биліктің президенттің тапсырмасына сәйкес сіздерге көрсетіліп жатырған қолдауларымен бірге ата-аналарыңыздың тілегінің бір жерден тоғысқаны. Сондықтан берген батаның барлығы дарып, алдағы уақытта еліміздің лайықты азаматы болу жолында аянбай білім алайық, еңбек етейік. Кездескен қиыншылықтардың барлығын уақытша деп түсіне отырып, мойымай алға қарай өзіміз жетелеп, ол сайып келгенде ауылдың, қаланың, облыстың дамуы сәйкесінше бұл елдің дамуына сіздердің қосқан үлестеріңіз. Әрдайым абыройдың биігінен көрінуіңізге шын жүректен тілекшімін. Әрдайым жолдарыңыз болсын. Ынталарыңыз, ниеттеріңіз әрдайым орындалатын жағдайда аянбай қызмет атқарыңыздар. Біз оған тілекшіміз және сіздердің қолдаушыларыңыз. Біздің сіздерден үйренетініміз жеткілікті. Оны күнделікті жұмыс барысында
ресми, бейресми жағдайларда біз өзімізді сіздерден жақсы жақтарыңызды алып жүрміз. Сондықтан алдағы уақытта абыройдың биігінде болыңыздар, аман болыңыздар, ата-аналарыңыздың мақтанышы болып, қатарларыңыздың алды болыңыздар. Еліміздің тұрақты дамуына қосқан үлестеріңіз елеулі болсын. Аман жүріңіздер. Рахмет. Құрметті Нұрлан Асқарұлы, еңбекте озат, білімге құштар, белсенді жас идеялардың генераторлары, Маңғыстау жастарына үлгі болып жүрген азаматтарды марапаттау сәтіне кезек беруге рұқсат етіңіз. Алғашқы марапат иесі Ізбенов Шапағат Сейсенұлы марапатталады. Түпқараған ауданының үздік жас ерікті 2018 Маңғыстау облысының әкімі Тұрымовтың алғыс хатымен марапатталған. 2019 жылы ауылдың әлеуетін арттыру әлеуметтік грант аясына 300 мың теңге. Таушық ауылында жастарға арналған стирворкаут алаңын салды. 20 жылы әлеуметтік грант аясына 500 мың теңгелік жеңімпаз атанып, Қапы қорығына демалыс орындарын орнатты. Жуырда Жалынпро қоғамдық бірлестігінің әлеуметтік грант иегері атанды. Әрі қарай жалғастырамыз. Дәл осындай алғыс хатпен Мәштай Әйгерім Оңғарбайқызы марапатталады. 2022 жыл мектеп оқушылары арасынан оқыту онлайн платформасы жоба жетекшісі, Қазақстан Республикасының мәжіліс төрағасы Ерлан Жанқұл Қошановтың алғыс хаты. Сондай-ақ Есенов университеті және Назарбаев зияткерлік мектебінің бірнеше алғыс хаттары. Келесі марапат иесі Қожабаев Нұртуған Сабитұлы 2019 жылы Назарбаев университетінің ұйымдастыруымен өткен турнирінде бірінші орын иегері. 2021 жылы пара армынан халықаралық турнирде бірінші орын иегері. 2022 жылы пара армынан Азия чемпионатының бірінші орын иегері. 2022 жылы пара арым спортынан халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 2022 жылы пара арымнан әлем чемпионатында екінші орын иегері атанды. Келесі марапат иесі Шам дамушы орта бастамашыл тобы марапатталады. Шам дамушы ортасының бастамасымен мұнайлы аудандық кітапханасы қазіргі заманауи кітаптармен толықты. Жастармен 30 кітап, қазақ әдебиеті, фантастика, психология бағыттары оқылып, жүйелі түрде поэзия кештері өткізілді. Және де дәл осындай марапатпен Оразбай Жансая Жанұзаққызы марапатталады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика мамандығы бойынша білім алды. 5 жыл көлемінде Маңғыстау телеарнасында журналист-редактор қызметінде телеарнада 100-ден аса сұхбат жүргізілді. 2020 жыл журналистер арасында өткен республикалық байқаудан 2-ші орын иегері. Келесі марапат иесі еріктілер қозғалысы лидер.kz. Ұйымда 40 ерікті жас бар. Ұйым ерекшеліктері полиция және төтенше жағдайлар департаментімен бірлесе жұмыс жасайды. Еріктілердің арқасында із-түзсіз жоғалған 51 адам табылды. Еріктілер қозғалысы лидер.kz. Қошеметтеріңіз. Келесі марапат иесі Жаппар Қуаныш Жақсылықұлы марапатталады. Жаңаөзен қаласының білім инновациялы лицейінің математика пәнінің мұғалімі. 2023 жылы Алматы қаласында Инпак мұғалімдер арасында математикадан халықаралық деңгейде өткен олимпиададан 13 елдің арасынан 3-ші орын иегері атанды. Оқушысы Абу Фадилет Норвегия елінде өткен математикада халықаралық олимпиаданың қола медаль иегері атанды. Ұстаз Про компаниясының тренері, математикалық мұғалімдеріне арналған пәнінің курсының авторы. Дүйсенәлиева Алтыншаш Хамидуллақызы облыстық онкологиялық диспансерінің хирургия бөлімшесінде онкохирург мамолог дәрігері 2022-2023 жылдар аралығында облысымызда атап айтқанда 130-ға жуық сүзбе қатерлі ісік диагнозы қойылған 70-тен аса асқазан ішек жолдалы күрделі ісі диспансерлік. Қошеметтеп қояйық. Жариев Қалбек Бекмұханұлы 2022 жылы Ақтау қаласындағы ғибараттарда өрт орын алған жағдайда ішінде 3-4 қабаттарда саты арқылы 3 адамды құтқаруға және 15 адамды қауіпсіздік жерге көшіруге жетекшілік еткен.
әрбір шыққан марапат иелерін қошеметтеп қолдап отырайық, құрметті қарамдар мен мырзалар. Келесі марапат иесі Түйебаев Өркем Нураддинович марапатталады. Түркістанды Аңсау республикалық күйшілер байқауының 3-ші орын иегері, Құлшар Ерназарұлы атындағы облыстық күйшілер байқауының 2-ші орын иегері, Мұрат Өскінбаев атындағы республикалық күйшілер байқауының дипломанты, Шабыт халықаралық конкурсының дипломанты, Түпқараған ауданына 170 жыл облыстық күйшілер конкурсының бас жүлде иегері. Марапат иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Нұрлан Асқарұлы, естелікке орта жақынырақ келіңіздер. Рахмет жастар. Құрметті бүгінгі өтуге рұқсат. марапат алушылар, бүгінгі марапаттарыңыз тағы да баршаңызға құтты болсын деген тілегіміз бар. Жалпы Әл-Қуат, Ерке, біздің бүгін расында да жастар үшін өте ерекше жайт. Біздің марапаттарымыз әлі де аяқталған жоқ. Мемлекет басшысы Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлының тағайындаған тәуелсіздік ұрпақтары әлеуметтік жобасы аясында 25 жас грант иегері атанып, жобасын жүзеге асыруға 1 миллион теңге қаржылай қаражат бөлінді. Өңірімізде 192 үміткер әлеуметтік жобаға қатысуға өтініш білдірді. Тың идеяларымен ерекшеленген байқау жеңімпаздарына марапаттауға кезек берейік. Қошеметтеріңіз. Мәдениет бағыты бойынша Өмір Төремұрат Өтепқалиұлы марапатталады. Жобаның атауы Маңғыстау зергерлік өнерін насихаттау. Маңғыстау зергерлік өнерін жаңғырту және насихаттау. Ұмыт болған зергерлік бұйымдарды жарыққа шығарумен айналысады. Құрмет қошеметтеріңіз болсын, құрметті қонақтар. Және де дәл осындай марапатпен Айтбай Салтанат Ердосқызы марапатталады. Жоба атауы қолөнер еңбектің қайнар көзі, қыш шеберханасы. Халқымыздың ұмытылып бара жатырған мәдени мұрасы қыш өнерін жаңғырту, қазіргі заманымызға лайықты дамыту. Келесі марапат иесі Теңелбаева Назгүл Қойшыбайқызы, театр жастар бейнесі. Назгүл ханымға қошемет көрсетейік. Ел мәдениетін дамыту мақсатында ауыл жастар арасында әуесқой театр ашу, жастар үшін пайдалы, қызықты жоба жасақтау арқылы мәнді ой саларлық қойылымдар дайындау болып табылады. Және де дәл осындай марапатпен Сүгірбай Рамазан Аятұлы марапатталады. Жоба атауы этно-кітап комикс жасап шығару. Балаларға немесе жасөспірімдерге қазақ халқының ертегілерін тарату, жеткізу, балалар шетел батырларын қарағанша өз ертегілерін, өз батырларын тыңдап өсуіне ықпал етсе екен деген ниеті. Келесі марапат иесі Қарамұқан Әлия Озғанбайқызы марапатталады. Жоба аталымы «Мың бір күй». Маңғыстау күйшілік мектебіндегі ел жадынан ұмыт болып бара жатқан күйлерін интернет жүйесі арқылы бейне үзіктер дайындап арнайы YouTube арна арқылы қоғам арасына кеңінен таратты. Жаңғырту және насихаттау болып табылады. Сонымен қоса жастардың бойына ізгілік пен ұлттық құндылықты сіңіре отырып, өнерге деген қызығушылығын арттыру деп ойлайды. Ендеше әріптестер, ақпараттық технологиялар бағытына көшейік. Абдулла Мадина Еркін қызы, қошеметтеріңіз. Айқап қосымшасы қызығушылығының оятатын мобильді математикалық ойын жасау, яғни басты жобаның балаларға арналған керемет жоба. Мадина Еркін қызы, қошеметтеріңіз. Әрғары жалғастырамыз. Дәл осындай марапатпен Сұлтанғалиев Еркебұлан Молданазарұлы марапатталады. Лив Систем KZ цифрлы кітапхана жүйесі. Жүйе кітапханалық жұмысты автоматтандыру, кітапхана қорының толық технологиялық циклдерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Қуатова Камила Асхат қызы марапатталады. AMS автоматтандырылған бақылау жүйелері жобасы бойынша құрылысты мұнай шаруашылығын бақылау, өткізу пункттерін автоматтандырған жұмысшыларды ауысым алдындағы тексерулермен қамтамасыз ету.
Келесі марапат иесі Күнтуар Айдарбек Аманұлы. Дауыспен басқарылатын мүгедектер арбасын ойлап шығарған, мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамдағы әлеуметтік мәселелерін шешу жобаның басты мақсаты. Айдарбек Аманұлына қошеметтеріңіз. Әрі қарай жалғастырамыз. Дәл осындай марапатпен Оңдасынов Әлишер Бақтығалиұлы марапатталады. Тарих қойнауындағы жасырын есімдер кабинеті Қазақстанның ұлттық зиялыларына қатысты 20 ғасырдың 30-50 жылдарындағы саяси қуғын сүргінді зерттеу және анықтау. Келесі марапат иесі Тоқсанбаева Айнұр Көпжүрсін қызы. Жоба дауа киік оты емге шипа, дертке дауа. Киік оты өсімдігінің ерекшеліктерін таныта отырып, емдік қасиеттеріне талдау жасау. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Әрі қарай жалғастырамыз. Дәл осындай марапатпен Баянғали Аружан Балияр қызы марапатталады. Шағын блок қосымшасы заманауи құрылғы арқылы қанның қоюлану деңгейін азайту және тез нәтижелерді көрсетуге тиімді жол табу, тұтынушы үшін шағын болт жабдығының қасына мобильді қолданба жасау. Аружан ханымға қошемет көрсетейік. Бәрекелді. Келесі марапат иесі Медал Динара Мұхтар қызы. Скринпринт құрылғысы заманауи құрылғы арқылы тері жарақаттарын таңу және плазма датчиктерін қолдану арқылы тез нәтижелерге қол жеткізудің тиімді жолдарын табу жобасымен айналысады. Динара Мұхтар қызы алдарыңызда. Келесі марапат иесі Сүлейменова Айымгүл Сүлеймен қызы. Гидропонды зертхана жобасы бойынша заман талабына сай зертхананың маңыздылығы көгалдандыру жұмыстарын оқу кабинеттерінде жүргізу болса, басты мақсаты оқушылардың ғылыми жұмыстар жазуы және оларға кәсіптік бағыт-бағдар беру. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Әрі қарай жалғастырамыз. Дәл осындай марапат пен медиа бағыты бойынша Дәулеталиева Сәния Айболат қызы марапатталады. Қазақ қаһарманы, қазақ ауыз әдебиетінің мифтік кейіпкерлері мен заманауи супер қаһармандарының образдарының интрогессиясы. Ертөстік, Саққұлақ, Сыңаркөз, Желаяқ, Тосуар мен заманауи супер қаһарман образдары. Бәрекелді. Келесі марапат иесі Төлеуов Алдияр Юнусұлы Армандас жобасы әртүрлі маман иелері туралы қысқа метражды фильмдері ерекше. Маман иелері, кәсіпкерлер, спортшылар өзінің жасап жатқан жұмыстарымен және күнделікті өмірмен белсенетін бөлісетін болады. Келесі марапат иесі Қылышбек Заманбек Берікұлы марапатталады. Жобасы жаңа парақша. Инстаграм парақша негізгі басты мақсаты Маңғыстау тұрғындарын мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қолдаулары мен мүмкіндіктерін ақпараттандыру болып табылады. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Әрі қарай жалғастырамыз. Дәл осындай марапатпен Қаршыға Нұрсая Батырбек қызы марапатталады. Жас өспірімдердің құқығын қорғау, қамтамасыз етуді медиа құралдар арқылы, яғни YouTube канал, подкаст каналдардың көмегін қоғам арасында кеңінен тарату. Келесі марапат иесі Бекмұрат қызы Алтынай Sixnay мәдениет саласындағы жаңалықтарды әлеуметтік желі арқылы тарату жобасы. Алтынай ханымға қошеметтеріңіз. Керемет. Келесі бағыт бизнес бағыты бойынша Өмірзақ Данияр Озғанұлы марапатталады. Жоба атауы туған ел легасы. 3D принтер арқылы ұлттық нақышта құрастырғыштар жасап шығару болып табылады. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Құрметті Нұрлан Асқарұлы, алдыңызда марапат алып тұрған Данияр Озғанұлы дәл қазір үйленген сәті беташар болған. Залда келін отыру керек, орныңыздан тұрсаңыз. Құтты болсын, Данияр. Бүгін отау құрып жатқан күні. Біз ары қарай жалғастырамыз. Дәл осындай марапатпен Есболай Ақнияз Атагелдіұлы марапатталады. Кофе Би Коукрингі Жаңаөзен қаласындағы кітап оқырмандары бас қосатының көңілін ташу. Келесі марапат иесі Сабытай Жанболат Асқарбайұлы марапатталады. Нан қалдықтарынан жем шығару.
Сонымен қатар қалдықтардан жем шығару, яғни нан қалдықтары жинайтын жәшіктер орнату, нан қалдықтарынан мал азығын дайындау. Келесі марапат иесі Бөлтекова Гүлсара Тойлығұл қызы. Қазақи ұлттық нақыштағы балалар боямақтарын авторлық әдістеме негізінде шығару. Сурет сала бастаған баланы қазақи ұлттық боямақтарды авторлық әдістеме ретінде шығарып, еліміздің болашағы балаларымыздың ой өрісінің дамуын қазақи құндылықтарды бойларына сіңіру болып табылады. Құрметті марапат алушылар, бүгінгі марапаттарыңыз тағы да бір мәрте құтты болсын. Бүгінгі күн ертеңгі тарих, естелікке бір фото суретке түсіңіздер. Талантты жастарымызға қошемет соғып отырайық. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті жастар, бәрекелді. Рахмет, өз орындарыңызға жайғасаңыздар, жастар. Мың алғыс, әлі де жетістіктеріңіз алда болсын. Құрметті Нұрлан Асқарұлы, сізге мың алғыс. Рахмет. Үлкен рахмет. Мемлекетіміздің жарқын болашағы білімді жастардың қолында. Халқымыздың 3/1 бөлігін құрап отырған жастар қазіргі таңдағы денсаулығы, білімі, кәсіптік, рухани, мәдени дайындық мемлекеттің келешегін айқындайтын адами капиталдың негізі болып саналады. Осындай негізді күшті құрайтын жастар ағыны киелі Маңғыстау өлкесінде болса, бүгін сол Маңғыстау жастары үшін ерекше күн болғалы тұр. Жарқыраған ағарайлы аспанбыз, Эверестей хан тәңірде асқармыз. Адалдығын сатпайтын, ел үмітін ақтайтын, жүректері жалындаған жастармыз. Адалдығын сатпайтын, ел үмітін ақтайтын, жүректері жалындаған жастармыз.
Бауыржан Ретбаев және Аида Байгелова. Талантты жастарымыз, қошеметтеріңіз. Қазақстан өркендеп келеді. Оған ешкімнің дауы жоқ. Алайда елімізді бұдан да зор жетістіктерге жету үшін, бұдан да биік шыңдарға шығу үшін жастардың жалыны керек. Олай болса, бар күш-жігерімізді тәуелсіз Қазақстанымыздың өркендеуіне жұмсайық. Тәуелсіздік мақтаныш қана емес, зор жауапкершілік, үлкен абырой. Тәуелсіз атқан әр таң үшін біз өткенімізге қарыздармыз. Келешегіміздің алдында зор жауапкершілік бар. Олай болса, тәуелсіздігіміздің көзіміздің қарашығындай сақтау міндетіміз. Ел ішінде күмісте бар, алтын бар. Алтыннан да қымбат сенің нарқың бар. Құрметті жастар, тұғырыңнан түспеңдер. Ояныңдар, сілкініңдер, шалқыңдар. Бүгінгі жас тұлпар облыстық жастары премиясында өз мәресіне жетіп қалды. Алайда бұл келешекте үлкен жұмыстардың басы ғана. Бұдан да үлкен алаңдарда кездескенше!